Ассалаумағалейкум ардақтаған қалдарыңызға. Негізінде сапар екінші күні бүгін арнайы Қоңыратқа келіп осы жердегі жергілікті әдебиетшілер, тарихшылар тауып, Асеке бар, жеткізген мырза бар, осы жерге шақырып кішігірім болса да мынау Қоңырат туралы бір тарихты айтып жіберсеңіздер. Себебі қаяқтан туындап жатыр, мен өзім айтқанда қуанышпен Қаскелең қаласынан келіп тұрмын. Бізде осы Қарақалпақстан жақтан көшпеген біраз қазақтар, Қарақалпақ ағайындар бар. Енді біреу уже жақта тамыр таратқан, әке-шешесі көшіп келген балалар бар, Қаскелеңде туған да уже. Тарихты білмейді. Бірақ енді аңсайды ғой енді. Қаяқтанбыз деген кезде жеті астасын білмеген жақсы адам емес та жалпы. Сол мәселеде бір кішігірім тарихын білсін деген бір мақсатпен келгенбіз сапарға. Қуаныш бауырым, қош келдіңіз біздің елге. Сапарыңыз сәтті өтсін. Әрине, мен енді тарихшы емеспін, бірақ солай болса да әке-шешемізден, ата-бабамыздан, ұстаздарымыздан естігеніміз бойынша бізде енді қазақпыз. Мынау Өзбекстанда жалпы 800 мыңнан астам қазақ болатын болса, осы біздің Қарақалпақстан Республикасында соның 300 мыңнан астам Қарақалпақстан Республикасында екен. Ал соның басым көпшілігі осы сіз қонақ болып отырған Қоңырат ауданында. Енді Қоңырат ауданы себебі көрші Қазақстанмен шекаралас болғандықтан, мынау негізінде біз өзіміз, менің өзім ата жұртым осы жер, біз көшпенді емеспіз. Мына 28 жылы Қазақстанда ашаршылық болып, мына орыстар Ресей империясы малдарын кәмпескелегеннен басым көпшілік қазақтар көшіп келген. Бірақ біз өзіміз отырықшымыз. Себебі менің атам Сәрсенбай 28 жылы осы елде туылған. Оның атасы, әкесі Нұрман да осы елде өніп өскен. Енді біздің осы Қоңырат ауданы өте бір жер көлемі жағынан, географиялық жағынан Қарақалпақстанның жартысынан көбісін елейді деп ойлаймын. Себебі біздің Қоңырат ауданында 2022 жылғы есеп бұл 122 мың халыққа 132 мың халық жаса. Енді бүгінгі күнге келіп мүмкін 135-130 географиктер жақсы білер. Біздің енді осы Қоңыраттағы қазақ бауырлар, қандастарыңыз негізінен сол баяғы өзі қазақтың жаңа төрт түлік малым жаным деген ғой, сол мал шаруашылығымен айналысады. Мынау Қарақалпақстан поселкісі бар, одан кейін Үстірт тегістігі бар, мына жақта, одан кейін Раушан Сапқоз, барлығы сол баяғы қазақтар малым жаным деп, төрт түлігім, амандық сұрасқанда да мал жаның аман ба деген ғой. Сол сияқты мен бүгінгі күнде де сол мал жанымен, малмен шұғылданып, жалпы салт дәстүрін сарымайдай сақтап келе жатыпты біздер. Сол қазақтың қандай, сол сіздер бетте бесік жыры, жар, тұсаукесер, сыңсу, қыз айттыру, бұлардың қыз ұзату, барлық сол салт дәстүріміз, мәдениетімізді сақтап отырмыз. Енді бұл жерден көптеген ғұламалар қанат қаққан.